Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар, жағдайларыңыз қалай, денсаулықтарыңыз жақсы ма? 2021 жыл жаңа жылдарыңыз құтты болсын, табысты берекелі жыл болсын. Әрқайсыларыңыздың отбасыларыңызға амандық, саулық, құт береке, байлық тілеймін. Енді бүгінгі видеоролик компаниямыздың Merrin Hills Group компаниясының табыс түрлеріне арналып отыр. Бүгін 3 табыс көзін айтатын боламын сіздерге. Көбісі сұрайды, мен доллармен дұрыс түсінбеймін, маған теңгемен айтып бер деп көптеген хаттар келуде дайректке. Сол үшін арнайылап осы видеороликті түсіріп отырмын. Мына жерде менеджер статусынан бастап вице-президент статусына дейінгі табылатын біздегі бинарный бонус пен пассивный бонус туралы айтатын боламын. Бірінші, сіз компанияда командаңызбен жұмыс жасап, еңбек етіп, менеджер статусын орындайтын болсаңыз, онда сізге бинарный бонустан 18750 теңге табыс төленетін болады. Және де 18750 теңгені сіз пассивный доходтан 2 ай бойы компаниядан алатын боласыз. Оның условияларын өткен видеороликте мен айтқан болатынмын. Келесі, бронзовый менеджер статусында 37500 теңге сіз бинарный бонустан көретін боласыз. Және де пассивтік табыстан 37500 теңге 2 ай бойы сіз алатын боласыз. Серебряный менеджер статусында 93750 теңге сіз бинарлық бонустан табасыз. 56250 теңгені 3 ай бойы сізге компания пассивтік табыстан төлеп отырады. Әрі қарай, золотой менеджер статусына келген уақытта 225 теңгені сіз бинарлық бонустан табасыз. Және де 75 теңгені 6 ай бойы сізге 75 теңгеден компания пассивтік табыс төлеп отыратын болады. Одан кейін платиновый менеджер статусына келген уақытта компания сізге 900 теңгені бинарный бонустан беретін болады. Және де 187500 теңгені 12 ай бойы компания пассивтік табыстан төлейтін болады сізге. Әрі қарай, директор статусына келген уақытта 2.025.000 теңгені сіз бинарный бонустан табасыз. 281.000 теңгені 18 ай бойы сіз пассивтік табыстан табасыз. Бұл мына жерде көрсетіліп отырған, естеріңізге сала кетейін, 2 табыстың түрі. Әрі қарай, золотой директор статусында 6.037.500 теңгені сіз бинарный бонустан табатын боласыз. Және де 375 теңгені компания сізге 30 ай бойы пассивтік табыстан төлеп отыратын болады. Әрі қарай, сапфировый директор статусына келген уақытта компания сізге бинарный бонустан 9.975.000 теңге сіз тауып қоясыз осы жерде. 750.000 теңгені 36 ай бойы компания сізге төлеп отыратын болады. Бриллиантовый директор статусына келген уақытта компания сізге 22 миллион теңгені бинарный бонустан тауып қоясыз. 1.125.000 теңгені 48 ай бойы, кешіріңіздер, компания сізге пассивтік табыстан төлеп отыратын болады. Енді барлығы бұл жерде сіз 86.512.500 теңге бинарный бонустан сіз табыс табасыз. Барлығын қосып есептеген уақытта. Пассивтік табыстан 100.293.750 теңге. Мына жерде 86 миллион деп айттым ба мен? 86.512.500 теңге. Мына жерде 100.293.750 теңге сіз пассивтік табыстан табасыз. Одан кейін әрі қарай бітті ма осымен деген сұрақтар туындайды кейбір кісілерде. Біткен жоқ, онымен 9% бинардан шексіз алатын боласыз. Және де әлемдік товар обороттан, товар айналымнан 2% сіз алып отыратын боласыз. Оны мұрагерлікке қалдырып кетуге болады. Наследник деген кабинетте, жеке кабинетте раздел бар, сол жаққа қою арқылы. Бұл 2 табыс көзі, бұл жерде айтылған. Онымен қоса тағы да статусный бонус, келесі табыс көзі. Тағы да бір керемет табыстың түрі.
Бұл золотой менеджер статусынан бастап беріледі. Компания сізге путевка беретін болады. Путевкаңыз накопительный, күйіп кетпейді, өзіңіз бара аласыз, болмаса басқа кісіні жібере аласыз орнына. Одан кейін платиновый менеджер статусына келген кезде сізге компания iPhone X подаркаға сыйлыққа беретін болады. Одан кейін әрі қарай директор статусына келген кезде бір емес екі путевканы компания сізге сыйлыққа беретін болады. Бірінші путевкаңызға бармаған болсаңыз, осымен қосып 3 адам болып сіз бара аласыз. Әрі қарай золотой директор статусына келген уақытта компания сізге сыйлыққа автомобиль подарить ететін болады. Құны $20,000 тұратын. Компанияның бұл жерде бір шарты бар. Компанияның логотипін мұна тұрған 1 жыл сіз тағып жүруіңіз керек машинаңызда. Одан кейін әрі қарай сапфировый директор статусына келген уақытта сыйлыққа компаниядан квартира $35,000 тұратын құны. Әрі қарай онымен бітпейді. Бриллиантовый директор статусына келген уақытта $53,000 құны тұратын коттеджді сыйлыққа береді компания. Әрі қарай ең соңғы статус түрі вице-президент статусына келген уақытта компания әлемдік тауар айналымнан жаңағы айтып өткен 2% беретін болады. Ол шексіз. Енді 3 табыс көзі бұл жерде айтылып отырған. Осылай сұрақтарыңыз болса қойыңыздар, төменге пікір алаңына жазып кетіңіздер. Видео ұнаса лайк басыңыздар, достарыңызға таратыңыздар.